Мектеп бітіретін кезде осындай болады ғой, иә? Қыздар, жігіттер, мектеп бітіруімізге 2 ай ғана уақыт қалды. Ана вальсті пока қоя тұрайық, ұбытымызға жақсылап дайындалайық, бізге главный ұбыты ғой. Ойлай, естідіңдер ма? Агласы осы айдың 27-сіне Түркістанға барайын деп жатыр екен, бізге айтпай. Давай бізде барайық та. Жібердім, мына өлең көріңдерші, вальске нормальный сияқты, ана happy end дейтін музыка ғана. Естіңдер ма? Айдана мен Бека жүріп кетті ғой. Ойбай, махаббат бұл бітіретін жыл не көрініпті? Сен оларға өткенде вечерден шығарып салып атқаннан байқап едім. Одан кейін жаңа былтырғылар сияқты болып андай жаман болып қалмасын, лентамызда да андай алтын түстес бітіріш тілектер дегенше значогымен әдем қылып істейікші биыл. Әлі бітіретінімізге 1,5 ай бар ғой, бірақ жаман уайымдап жүрмінші. Неғып 9-дан кейін кетіп қаласамадым екен, қазір вальске дайындалып, ұбытын ойламай жүретін ек. Бірақ ауыз ашып жауып атқан кезде күнде тілеп атыр қой, ұбытынан нормальный балл жинап кетекші деп.